сіздер, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін жалпы өзімнің басымнан өткен тәжірибеммен сіздерге бөлісетін боламын. Яғни бізде умырауымызға сүтті қалай жинаймыз деген. Мен де декреттегі анамын, 2 қыздың анасымын. Сіздерге өзімнің басымнан өткен тәжірибемді бөлісетін боламын. Жалпы сіздерге видео пайдалы болады деген сенімдемін. Ендеше айта кетейін басынан бастап. Жалпы омырауға сүт қалай жинау керек деп айтады ғой. Мысалы, бізде бастапқысында бізде баланың омырауымызда сүт болады. Енді действительно сүт болады, потому что баламыз қыттай болады, сүтті тауыса алмайды. Және бала өсе келе уже бізде бала сүтке тоймау, яғни бала жылап, смес қосымша беру деген бізде сондай жағдайлар болады. Жалпы енді омырауға сүтті қалай жинау керек деп сіздерге айтатын боламын. Ең бірінші өзімізден бастаймыз. Яғни өзімізден бастауымыз керекпіз. Себебі біз өзімізге мына басымызға барлығын жинап аламыз да жүреміз. Паниковать етіп, шаршап, шалдығып, өзімізге де зиян, және баламызға да зиян. Міне сол кезде бізде қайда сүт болсын, омырауымызда сүт бізде никак болмайды. Сол кезде. Яғни мен сіздерге айтатын, ол бізде мысалы түнде ұйықтағанда енді сүт омырауымызда болады. Бізде бала сүт тойып, ұйықтатып, әсіресе 5-6 рет тұрамыз түнде емгізіп, сүт, потому что бізде нервымыз, миымыз, нервымыз бізде демалады. Біз ештеңе ойламайсың, жет түнде мысалы. Тек баланы емгізесің, жатасың, баланы емгізесің, жатасың деген сияқты ғой. Енді пеленкасын ауыстырасың, тағы нәрселер бар ғой, олар бізге миымға әсер етпейді енді. Ал біз күндіз ананы істеп тастау керек еді, мынаны істеп тастау керек еді, ананы жуып тастауым керек еді, анда апарып тастауым керек деген сияқты нәрселер болады, миымызда жүреді. Міне сол нәрселер жүргенде бізде миымыз демалмайды, демалмағандықтан бізде омырауға ешқашан сүт жиналмайды. Мен өзім басымнан өтті осы нәрселер, сіздерге сол үшін бөлісіп жатырмын. Сондықтан хотя 1 сағат болсын демалуымыз керекпіз. 1 сағат, хотя 1 мен 2-нің арасында 1 сағат демалып алыңыз. Міне қыздар осылай демалсаңыздар омырауыңызға сүт келеді. Сүт ол Аллахтағаланың жаратқаны ғой бізде, ол сүт келеді. Ол сүт вообще никак шықпайды деген нәрсе жоқ, ол шығады. Барлық анада солай жаратылған. Барлық ананың жалпы организмі бірдей, сүт шығады. Сондықтан біз өзіміз үшін, баламыз үшін 1 сағат демалып, миымызда басымызда босатуымыз керекпіз. Мысалы шаруаны ысырып қойдыңыз да, 1 сағат демалып алыңыз. Міне действительно жасап көріңізші осылай. Міне сізде омырауыңызда сүт те жиналады, балаңыз да жиналады, өзіңізде көк, өзіңізде күн боласыз. Жалпы келесі, екіншісі, біз бала емізгенде қалай болсын солай емгізе саламыз. Мысалы құмыртқа кіре саламыз, бала жатыр, бала емгізу керек деген кіресіне бүкірей біз отыра саламыз да, любой отыра саламыз да емгіземіз. Сосын жылайды, баламыз тоймай жатады деген сияқты ғой. Сондай нәрсе болады. Сондықтан сіздерге айта кетейін, кеудені тіке ұстау керек. Кеудені тіке ұстап, арқамызды кәдімгідей тіреп, мысалы отырғышқа, кроваттың үстіне тіке отырып, баланы емгізіңіз. Сол кезде міне балаға сүт дұрыс барады екен. Мен өзім басынан өтті, және маған осыны гинекологтар айтты. Бізде көп аналар тіке ұстап, баланы емгізбейді екен никак. Кеудеңізді тіке ұстайсыз, тіке ұстап емгізесіз. Солай жасап көріңіз. Действительно балаңыз тояды. Келесі нәрсе ол сұйықтықты көп ішіңіздер. Мен жалпы шай деген, көбіне сүтпен шай ішеміз ғой. Жалпы ол біздің адам бойында витаминдерді алып кетеді дейді ғой жалпы. Негізі солай дәрігерлердің айтуы бойынша. Жалпы көбіне сорпа, жалпы көже деген сияқты, компот деген сияқты нәрселерді көп ішеміз. Мен өзім бала емізгенде міндетті түрде шай ішемін. Шайды құр шай ішпеймін. Қасына мысалға простой печенье, мысалы май, сары май, бала ағзасын жақсы ғой, соларды қосып бірге тамақ ішемін. Міндетті түрде бала емізген сайын мен міндетті түрде тамақ ішемін. Міне достар, осындай нәрселерді жасаңыздар, сіздерге міндетті түрде көмек тигізеді. Жалпы өзім басымнан өткендіктен сіздерге міндетті түрде көмек тиеді. Мен өзім действительно осы нәрселер маған көмектеседі. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, мен тек бала ешқандай смес бермеймін, өзім емгіземін. Бала сүтке тояды.
сіздер де жасап көріңіздер. Сүт те шығады, уайымдамаңыз. Бізде бәріміз басымызға жинап аламыз да уайымдап жүреміз. Достар, бұл видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай пайдалы ақпараттар бөлісетін боламын. Және де менің каналымда басқа да керекті пайдалы видеолар бар, көрсеңіздер болады. Сілтемесін ұстап кетемін. Рахмет.